құрметті ата-аналар, ұстаздар және мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндер, бүгінгі сағынышқа, шаттыққа толы бірінші білім күнімен құттықтаймыз. Білім күні барша халықтың дәстүрлі мерекесі. Оқушылар мен білім мен ғылым саласындағы ұстаздар, барша қызметкерлер үшін 1 қыркүйек жаңа бастамалардың, жаңа ізденістердің, жаңа идеялардың символы. 2023-2024 оқу жылында мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндердің құрметіне арналған мектебім мейірім мекен атты салтанатты жиынымызды ашық деп жариялаймыз. Атқанда азап мөлдіреп таңы, өлдер сәби елжіреп кәрі, қастерлі киім намысы елдің, көк туым тұрсын желбіреп мәңгі. Мектеп-лицей! Түзел! Түріктер! Қазақстан Республикасының туы енгізілсін! Әлихан Бөкейханов атындағы мектеп-лицейінде 2023-2024 жаңа оқу жылында 15-ші рет алғашқы қоңырау соғылмақ. Әр жыл сайын мектеп-лицей ұясынан қаншама түлектер ұшырылып, қазіргі таңда елімізге өз үлесін қосуда. Олай болса, мектеп табалдырығын алғашқа аттағалы отырған бүлдіршіндер де сол түлектердің жолымен еліміздің болашағы атанарына сенімдіміз. Ел болашағы білімді жастардың қолында. Өмір бойы мектебімді жыр етем, бір өзіңде бақыт, білім берекем. Шәкірттерің өрістесін өрлесін, құтты болсын білім күні мерекең. Салтанатты мерекелік жиынның алғашқы құттықтау сөзі мектеп-лицей директоры Айгүл Төкенқызына беріледі. Құрметті ұстаздар, қонақтар, ата-аналар, оқушылар, мектеп табалдырығын енді аттайтын бүлдіршіндер. Баршаңызды бүгінгі білім күні мерекесімен шынайы көңілден құттықтаймын. Бүгінгі оқушы білім бәсекесіне төтеп бере алатын, санасы ашық, халқымыздың рухани адамгершілік құндылықтарын бойына сіңірген, үш тілді еркін меңгерген тұлға болу керек.
осы мақсатқа жету жолында мектеп-лицей ұжымы қажырлы еңбек етуде. Тек өткен оқу жылының қорытындылары осы жұмыстың нәтижелі екендігін дәлелдейді. Жыл бойы әртүрлі деңгейдегі интеллектуалдық, шығармашылық, басқа да сайыстар мен олимпиадаларда ұстаздар мен оқушылар көптеген жүлделі орындарға ие болып, мектеп-лицей мерейін үстем етті. Мысалы, халықаралық Рабален конкурсында мектеп-лицей командасы жүлделі 3-ші орынды жеңіп алды. 10-шы сынып оқушысы Ермек Жанар ұстаз ұлықтау жобасы арқылы ағылшын тілі бойынша конкурс жеңімпазы атанып, Ұлыбританияда 2 апта болып қайтты. 11-ші сынып оқушысы Қалқаман Аслан республикалық абай оқуларынан жоғары марапатқа ие болды. Мектеп бітірген 42 түлегіміздің 32-сі, яғни 76% грант арқылы жоғары оқу орнына түсті. Бұл жетістіктердің тек шағын бөлігі ғана. Жаңа оқу жылында ұстаздарымыз бен оқушыларымыздың жеңістері одан да көп болу үшін еңбек ететін боламыз. Құрметті ата-аналар, білім саласында болып жатқан жаһандандыру үрдісінде сіздермен ынтымақтаста болу ерекше маңыздылыққа ие. Сіздердің қолдауларыңыз, әрдайым назарларыңыз, оқу тәрбие үрдісіне қатысуларыңыз маңызды шарт. Мына білім бәсекесі заманында бірлескен еңбегіміз балаларымызды білім шыңына жетелесін. Биылғы жылдан бастап еліміздің барлық мектептерінде ата-аналар академиясы жұмыс істейтін болады. Бұл да болса, жас ұрпақтың тәрбиесі мен келешегі үшін жасалатын игі шара болмақ. Құрметті ұстаздар, жас ұрпақты тәрбиелеу жолында қажырлы, өлшеусіз еңбектеріңіз әркез жемісті бола берсін. Шығармашылық игі бастамаларыңызға, педагогикалық ізденістеріңізге жаңа серпін, толағай табыстар тілеймін. Қазақстандық патриотизм мен азаматтық жауапкершілік, құрмет, ынтымақтастық, еңбек пен шығармашылық сияқты құндылықтарды шәкірттеріміздің бойына сіңіру сіздердің еншілеріңізде. Оқушыларымызға осы заманның керемет мүмкіндіктерін пайдаланып, ілім-білім жинауға қашанда асығу керек. Ашықтық, өмір бойы білім алу және білімге деген ұмтылыс, отаншылдық және еңбекқорлық бүгінгі жастардың, яғни сіздердің бойларыңызға қажетті қасиеттер. Озық ойлы, өрісі кең, өрелі азамат болуға әркез ұмтылыңыздар. Мектеп табалдырығын енді аттайтын бүлдіршіндер, қызықты да таңғажайып білім әлеміне қош келдіңіздер. Қадамдарыңыз құтты болсын. Баршаңызды мерекемен құттықтаймын. Құттықтау сөз Балқаш қаласының әкімі Сатаев Сапар Қайыркенұлына беріледі. Құрметті балалар, ұстаздар, ата-аналар, сіздерді білім күнімен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа оқу жылы мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндер үшін білімге ғажайып жол ашады. Болашақ түлектер үшін мамандық және өмір жолын таңдау кезең болып табылады. Біз әлемнің барлық жетекші елдерінің қол жеткізген жетістіктерінің іргетасы сапалы білім негізінде жасалған экономика екенін көріп отырмыз. Білім, ілгерілеу және барлық инновацияларды қозғаушы күш. Жиһанды үрдістен қалмау үшін білім берудің жоғары сапасына қол жеткізу бүгінгі күннің талабы болып табылады. Қадірлі ұстаздар, білім сапасын арттырудағы алға қойған мақсаттар мен игі бастамаларыңызға кәсіби шеберлік, шығармашылық табыс және сәттілік тілеймін. Құрметті ата-аналар, бала біздің болашағымыз. Мектеп табалдығын алғаш рет аттағалы отырған бүлдіршіндердің қадамы құтты, талабы оң болсын. Сапалы білімнің негізі отбасында берілген тәрбиеге байланысты. Сондықтан балаға саналы тәрбие беру ісіне сіздер ұстаздармен бірге үлес қосады деп сенемін. Қымбатты оқушылар, ұлы Абай атамыз адамның көңілі шын мейірленсе, білім мен ғылым өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі деп айтқан болатын. Сіздердің білімге деген құштарлығыңыз шынайлы, ойларыңыз жүйрік, қиялдарыңыз ұшқыр болсын. Биылғы жаңа оқу жылы баршаңызға білімнің жаңа шыңдарын бағындыратын сәтті және үлкен табысқа толы жыл болсын. Рахмет. Сөз кезегі жас маман информатика пәнінің мұғалімі
2-ші республикалық жас ұстаз табысқа апарар жол форумының қатысушысы Амантай Ерсұлтан Берікұлына беріледі. Қайырлы күн, қадірменді қонақтар, құрметті ұстаздар және мектеп түлек табалдырығын аттаушы бүлдіршіндер. Сіздерді жаңа оқу жылымен шын жүректен құттықтаймын. Мұғалім мамандық атаулының анасы, мұғалім адамзаттың данасы. Мұғалім сізбен бір өмір сүрген, өмір сүретін, және де өмір сүре беретін осы қоғамның шамшырағы. Мен осы қасиетті мамандық иесі болғанына мақтан тұтамын. Еліміздің болашағы отан сүйетін, білімді жастардың қолында екені сөзсіз. Күні кеше ғана өткен Астана қаласында жас ұстаз табысқа апарар жол атты 2-ші республикалық форумына қатысып қайттым. Форумда республикамыздың түкпір-түкпірінен жиналған жас мамандар өздерінің білімін, білігін шыңдап, жаңа оқу жылына шабыт алып қайтты. Форумның ерекшелігі жаңа цифрлы технологияларды оқу процесінде кеңінен қолдануды үйрендік. TED Talk форматында өткен әртүрлі сала майталмандары өздерінің мотивациялық баяндамалары және де үздік спикерлердің, біздің тренерлердің тиімді жоспарлау, функционалды сауаттылықты дамыту, эмоцияларды басқару және де білім берудегі типак әдісі бойынша шеберлік сыныптарға қатысып қайттық. Ақ парақ сызығына сызу сызғандай баланың кіршіксіз санасына алғашқы адамгершілік, берімділік нұрын сеу, білім, өнер нәрін сусындату біз жас мамандардың еншісінде. Жаңа адамда тек жаңашыл ұстаз ғана, өнегелі адамда тек өнегелі ұстаз ғана тәрбиелей алады. Сонда ғана жастар болашағының шоқтығы биік болмақ. Алаш көсемі Алихан Бөкейханов айтқандай, қызмет ету білімнен емес мінезден. Мен білім саласында оқушылардың тек биік шыңдардан көрінулеріне аянбай еңбек етемін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Баршаңызға сәттілік, жаңа оқу жылында жоғары жетістіктерге жетуге берейік. Мектеп табалдырығын аттағалы тұрған бүлдіршіндерді құттықтау үшін мемлекеттік қызмет ардагері Мейірхан Татибекұлын ортаға шақырамыз. Құрметті ата-аналар, қадірлі педагогикалық ұжым, мұғалімдер, құрметті шәкірттер, қымбатты осы салтанат қонақтары. Бүгін Алаш көсемі Әлихан Бөкейханов атындағы үлкен ұжым мектеп 15-ші рет өзінің табалдырығына, қабырғасына осы оқу жылын ашып, шәкірттерін қабылдап отыр екен, құтты болсын. Мынау өзі ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынов айтқандай, мұғалім мектептің жаны. Мұғалім қандай болатын баса, һәм мектепте сондай болмақ деп, бұл осы уақыттардан бері осы коллектив, осы ұжым өздерінің үлкен біліктілігімен шәкірттерге сапалы білім, саналы тәрбие беруімен ерекшеленіп келе жатқан қаламыздағы үлкен іргелі орта мектептердің бірі. Енді бүгін мен осы салтанатқа немерем Аңсардың мектеп табалдырығын аттау құрметіне қатысып отырмын. Қарағандыда тағы да бір немерем Айназда мектеп табалдырығын аттап отыр. Өзі бала елдің болашағы. Міне осы әрбір ата-ананың бүгін көкейінде отырған қуанышты барлығын білеміз. Енді бір қуантып атасы мен апасын алып бүгін қалың елдің батасын, бір әулеттің үміт артқан батыры, ақ адамың құтты болсын боташым деген ақынның өлеңдерінің жырын мен тек қана немерем емес, осында отырған әрбір ата-ананың бүгінгі ертіп келген немерелеріне, балаларына арнаймын. Енді біз мектептің жағында айтып отырмыз ғой. Бұл мектеп қабырғасы деген үлкен жұмыс. Енді кезінде бұдан 50 жылдай бұрын ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов айтқан еді. Ел болым десең бесігіңді түзе деп.
қазіргі заманға сай айтуға болады. Мемлекет боламыз десек, мектебімізді түзеп, мектебімізге көңіл аударып, солардың әрі қарайғы осы қабырғасынан Қазақстанның келешек бір жақсы азаматтарын тәрбиелей берсе дегеніміз. Енді барша оқушыларға айтарым, Хакім Абай айтқандай, тегінде адам баласынан тек ақыл, ғылым, білім, ар мінез деген нәрселермен ғана озбақ. Басқа нәрселермен оздым ғой дегеннің бір ақымақтық деген еді. Сондықтан сіздер де осы мектептен үлкен білімге ұмтылып, сол білімді алып, еліміздің үлкен азаматтары болады деген үлкен ойдамыз. Сол тілектеріңіз қауыр болсын. Баршаларыңызға бүгінгі білім күні құтты болып, осы мектеп ұжым әрі қарай жақсы табыстарға жетіп, сіздердің балаларыңыз жақсы білімімен, саналы тәрбиесімен сіздерді қуанта берсін. Тағы да мерекелеріңіз құтты болсын. Қазақстан Республикасының туы жансын!
қай кезеңде де қазақстандық қоғамда білім құндылығы жоғары дәріптелген. 19 ғасырдың екінші жартысында ағартушы Ыбырай Алтынсарин балаларды оқу ілімге шақырды. Ыбырай Алтынсариннің арқасында алғашқы қоңырау соғылды. Оның "Кел балалар оқылық" өлеңінде жастарды білім алуға шақырып, оқу, өнер, ғылым, білімнің жалпы халық үшін даму жолы екендігін насихаттайды. Биылғы оқу жылы қуанышты сәттерге толы. Соның бірі қазақ халқының белгілі ағартушысы Ахмет Байтұрсынұлының әдістемесі негізіне алынған әліппе оқулығы қайта оралғанын білеміз. 2023-2024 оқу жылында бірінші сынып оқушылары алғашқы 2 тоқсанда әліппе, ал 3 және 4 тоқсанда ана тілін оқитын болады. Бірінші сыныпқа қадам басқалы отырған бүлдіршіндерге сөз кезегін берейік. Мектеп қамқор анамыз, оқып білім анамыз, өнерпаз боп, өсетіп біз оқушы боламыз. Ел менге мектебім, біріншіге барамын, мақтанбаймын мен текке, дайын дәптер қаламын. Мектепке барамыз, біз оқушы боламыз, жақсы оқып сабақты, кірелместік аламыз. Мәні үсті бойымыз, мәні үсті ойымыз. Құтты болсын ойымыз. Айналайын балғындар, алға бағыт алғандар, ерте өсіп толыңдар. Ерте өсіп толыңдар, ел мақтаны болыңдар. Орындалсын ойларын, құтты болсын тойларын. Мектепке ағаш бағында ұстаздарды мақтаймын, сенімдерін мақтаймын. Бізді күнде мектепте әлім шалап таппаймыз. Отанның бір соғысы, халықтың бір жолдасы. Оқымас ақын жырларын, оқымас еңбек сырларын. Қоңырау сыңғыла асыға, оқушқан қиядан асуға. Білім ал, еңбек ет, жас ұлан, үрейсен биік шың басына.
Таудай болса талабың, айтары көп әріптің, қуанышы баланың, қуанышы ананың, жақсы білім көрімдік болсын бізге халайық. Сәлем, Аружан. Сәлем, Бекжан. Алақай, мен бірінші сыныпқа оқуға мектепке келдім. Мұғалім бізге әліпби оқулығын берді. Кәнеке, бірге оқиықшы. Мынау әліпбидің басында тұратын А әріпі ғой. Сен А әріптен бастап қандай сөздер білесің? Ана, ата, алма. Ал мен әліпби туралы өлең білемін. Ал мен болашақта мектепті үздік бағаға бітіретін боламын. Озат оқушы боламын.
сөз Балқаш қаласы білім бөлімінің басшысы Дүбірбекова Қарлығаш Шәкәрімқызына беріледі. Қайырлы күн, құрметті қала тұрғындары, құрметті ата-аналар, қымбатты әріптестер, аяулы шәкірттер. Бүгін енді елімізде, республикада 1 қыркүйек білім беру ордалары есігін айқара ашып, білім күні басталып жатыр ресми. Қаламызда 12 мыңға жуық балаға бүгін ерекше күн. Ал 1 сынып табалдырығын аттап тұрған 1400-ден астам бүлдіршінге бүгін білім әлеміне қадам басқан ең ерекше сәттің бірі. Олай болса, 1 білім әлеміне қадам басқан қазақ тілді мектептерде 1000 бала, орыс тілді мектептерге 400-ге жуық баланы алғашқы мерекемен шын жүректен құттықтаймын. Сонымен қатар биылғы жылы мектепті аяқталып тұрған аяулы түлектер, қаламызда 414 түлек биылғы жыл сіздер үшін ерекше жыл болмақ. Олай болса, сапалы білім алып, адал ұрпақ болып, отанымызды табысты қылу жолында аянбай еңбек ететін ұрпақтар қатарынан болыңыздар. Ал қымбатты әріптестер, биылғы оқу жылы ерекше табысты жыл болсын. Біз сіздермен осы жылдар ішінде тұрақтылықты, сыйластықты, жемісті күндерді бірге атқардық. Оның кепілі сыйластық, кәсіби біліктілік, тұрақтылық. Олай болса, сол уақытта жұмыстарымыз жемісті жалғаса берсін. Ал қымбатты ата-аналар, ата-әжелер, бүгін білім әлеміне қадам басқан немерелеріңіздің, шөберелеріңіздің қадамы құтты болсын. Бәріміз бірлесе, тәрбие ұлттық деген қағидамен, білім әлемдік қағида деген ұстаныммен бірлесе еңбек етейік. Әлихан бабамыз әлеммен жарысқан заманда білімді ұрпақтың ұтатындығын сол заманда айтып кеткен. Олай болса, ұлтқа қызмет етер ұрпақтар сапасы арта берсін, мереке құтты болсын. Мектеп табалдырығын алғаш аттаған бүлдіршіндерге арналып, алғашқы қоңырау соғылсын. Алғашқы қоңырау соғу салтанатына 11 сынып оқушысы Әлихан Бөкейханов атындағы төсбелгі иегері Ибраимов Алиханды және 1 сынып оқушылары Өмірғалы Нұралина мен Мұратхан Әрсенді шақырамыз. Соғылсын, қоңырау соғылсын, сыңғырла, мәңгілік сыңғырла, толқыған жүректер тоғысын, толтырып бір арна, бір жырға, шаттықтың үніндей мәңгілік, соғылсын, қоңырау соғылсын, қуаныш әніндей жаңдырып, жүректер ақ тұрға соғылсын. Қоңырау сыңғырла асыға, үш қосқан қиядан асуға, білім ал, еңбек еті жаршылар, өрлектен екшін басына, қоңырау үні сыңғырлап, естілді жылы жаныма, күлкідей әсем сылдырлап, бөбекті жейді маңына. Мектеп табалдырығын алғаш аттағалы отырған бүлдіршіндерді алғашқы сабаққа қатысуға шақырамыз. 1 А сыныбы сынып жетекшісі Рахимбекова Клара Оралқызы. 1 Ә сыныбы сынып жетекшісі Тұрғынбекова Карина Жандосқызы. 1 Б сыныбы сынып жетекшісі Шуленбаева Гүлзира Жанарбекқызы.
Бірінші Г сыныбы сынып жетекшісі Атығұл Толғанай Жасұланқызы. Бірінші Г сыныбы сынып жетекшісі Болатбекова Айғаным Болатбекқызы. Бүлдіршіндер сендерге артар міндет көп. Көтеріңдер мектептің атын құрметтеп, білімнің көзін аша білсең тереңнен, жетелейді армандарға бұл мектеп. Мектебім мейірім мекен атты салтанатты жиында өз мәресіне жетті. Жаңа оқу жылы құтты болсын. Жаңа оқу жылы баршаңызды жаңа жетістіктерге жетелесін. Шығармашылық табыс, отбасыларыңызға амандық, саулық тілейміз.